Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен сіздерге өте дәмді ыстық тағамдардың бірі, әрі оңай жасалатын тағамның бірі мампардың рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны өткізбей соңына дейін қарап, егер де каналға тіркелмесеңіз, міндетті түрде тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіз. Алдымен қазанымызды қыздырып, май құйып, одан соң етімізді өте ұсақтап турап алыңыздар, 4 бұрышты етіп. Содан соң етімізді салып, осы майға біраз қуырып аламыз. Міндетті түрде бірінші етті салыңыздар. Етіміздің суы шығып, жақсылап тұрып, барлық бөлігі қуырылғанша, осылай қазанда араластырып отыра қуырып аламыз. Етіміз қуырылғанша сарымсағымызды қабығын ашып, тазалап, 4 бұрыш тілеп, майда етіп турап аламыз. Туралған сарымсақты да осы еттің үстіне қосамыз, және де араластыра отырып, 1-2 минуттай қуырамыз. Сарымсақ қуырылғанша пиязды да майда етіп турап, 4 бұрыш тілеп осы үстіне саламыз. Және де пиязды, етті барлығын жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде 5 минуттай орташа отта қуырылуы қажет. Ет пен пияз біраз қуырылғаннан соң, қалауыңызша петрушка немесе кинзаны майда етіп осылай қоссаңыздар болады. Өте дәмді, керемет дәм береді. Ешқандай дәмдеуіштің қажеті жоқ, осылай табиғи қоссаңыздар керемет болады. Томат пастасы немесе тартылған қызанағымызды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Біраз қызанағымыздың суы тартылғанша қозғай отырып, араластырыңыздар, асты жабысып қалмасын. Мен осындай кішкене черри қызанағын қосып жібердім. Егер үлкен қызанақ болса, майда етіп турап қосасыздар. Барлығын араластырып болдым. Енді дәміне қарай тұз және қара бұрыш салдым. Оны да жақсылап тұрып араластырдым. Картошкамызды да алдын ала тазалап тұрып, 4 бұрышты етіп, көбіктеп, майдалап турап алыңыздар. Содан соң картошкамызды саламыз. Кішкене лавр жапырағын салып жүрсеңіздер болады, ол да керемет жақсы дәм береді сорпаға. Осылай араластырып жібердім. Содан соң лавр жапырағын салдым. Және де мұздай салқын суды құйдым. Мен бұл жерде 2,5 литрде құйдым. Біздің қазанымыз қайнағанша, етіміз піскенше қамыр дайындаймыз. Таза ыдысқа 30 грамм су құямыз. Жарты шай қасық тұз салдым және 1 жұмыртқаны жарып, осының барлығын араластырып, жақсылап араластырып алдым. Араластырып болғаннан соң, алдын ала ұнды електен өткізіп алып, осылай қолдың көмегімен барлығын сала отырып, қатты етіп, жаңағы қамыр илейміз. Қамыр жаңағы кеспенің қамыры сияқты қатты болу қажет, жұмсақ болып қалмасын. Жұмсақ болса, езіліп кетуі мүмкін суға салғанда. Осылай июін қандырып тұрып илеп аламыз. Кішкене ғана қамыр шығады. Бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. Және де 5 минуттан соң қайтадан аламыз. Осы қамырымызды тағы да бір илеп басып жібереміз. Қолдың көмегімен жақсылап июін қандырып илеп жіберіңіздер. Сонда біздің қамырымыз теп-тегіс, іртігі де ештеңе болмай жақсы болып тұрады. Міне осылай тағы да бетін жауып 5 минутқа қалдырдым. 5 минут өткен соң үстелімізге ұн сеуіп, қамырды да ұнға ауната отырып, видеодағыдай алдымен 4 жағын бірінші осылай шет жақтарын ғана оқтаумен басыңыздар, содан соң ғана ортасын басып, жақсылап оқтауға орап, жайып алыңыздар. Қалыңдығы өте жұқа жаймақ қойыңыздар. Қазір видеода көрсетемін, кішкене ғана орташа қалыңдықта болғаны дұрыс. Қамырды осылай жайып алдым, енді кесетін боламын. Пышақтың көмегімен ұзынша етіп, содан соң оны қайтара тағы да кесіп, 4 бұрышты етіп кесіп аласыздар. Қамырдың өлшемі 1-2 сантиметрде ғана жасадым. Сіздер бұдан да жіңішке етіп жасасаңыздар болады, өйткені суға салғанда қамырымыздың көлемі кішкене ұлғаяды. Осылай тақтайға салып алдым. Содан соң қайнап тұрған жаңағы етіміз де барлығы сорпасы пісіп қалды. Осы қамырды сорпаның бетіне салатын боламыз. Міндетті түрде суыңыз қайнап тұру қажет. Осылай барлығын салып, араластыра отырып салыңыздар. Қамыр бір-біріне жабысып қалмау үшін. Енді осы қамырымызды осылай қайнатып алдым, кішкене қаттырақ отта. Содан соң оттың төмендетіп, жай қылып, осылай кішкене ғана қайнатып, бетін жауып 5 минутқа пісіріп аламыз. 5 минуттан соң осындай болып піседі. Қамырымыз өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жеңіл әрі оңай тағамдардың бірі. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Рахмет, барлығыңызға ас болсын.